Өзен алқаптарындағы өркениеттер туралы қалай біле аламыз? Біздің заманымыздан бұрынғы 3500 жыл шамасында Месопотамияның оңтүстік аймағында шумерлер мен аккадтықтар қоныстанды. Ғалымдардың пікірі бойынша, олар Кіші Азия және Кавказ өңірлерінен келген. Саргон патша бұл екі елді өз патшалығына біріктірді. Шумер аккадтықтар күшті әскермен және мәдениет саласындағы жетістіктермен ежелгі тарихта маңызды рөл атқарады. Шумерліктердің жазуы біздің заманымыздан бұрынғы 5 мыңжылдықтардан бастап қолданыста болған деп есептеледі. Бірнеше сурет бір сөзді құраған. Ежелгі сурет арқылы жазу әдісі пиктограмма деп аталады. Кейін шумерліктер бірнеше белгілерді тіркестіріп, дыбыстарды жазбаша белгілей бастайды. Шумерліктер суреттерді сазбалшық тақтайшаға арнайы таяқшамен ойып салатын. Жазудың бұндай түрі сына жазуы деген атауға ие болды. Гильгамеш туралы дастан. Ежелгі Месопотамия мәдениетінің ұлы ескерткіші Ниневия қаласының патшалық кітапханасынан табылған эпостық поэма болып саналады. Поэма біздің заманымыздан бұрынғы 2 мыңжылдықтың басында жазылған. Шығарма әйгілі шумерлік батыр Гильгамешке арналған. Ежелгі Шумерде алғашқы цилиндр тәріздес мөрлер жасалған. Оның көмегімен белгілі бір затқа өз меншік құқығын кепілдендірген. Мөрлерді тек патшалар, шенеуніктер мен хатшы қызметкерлер ғана пайдаланды. Мөрлерде салттық және діни көріністер, киелі жануарлар бейнелері ойылып салынды. Иесі қайтыс болғанда мөрі иесімен жерленді. Ежелгі Месопотамия тұрғындарының өнер түрлерінің ішінде сәулет өнері ерекше дамыды. Қала билеушілері құдайларға арнап ғибадатханалар салған. Ең атақты ғибадатхана біздің заманымыздан бұрынғы 21 ғасырда Ур қаласында салынған. Құрылыс баспалдақ тәрізді мұнара, зиккурат түрінде 3 қабаттан құралды. Зиккураттар басқа қалаларда да салынды. Қабаттардың саны 4-тен 7-ге дейін жетті. Мұнараның қабаты ақ, қара, қызыл қоңыр және тағы басқа түрлі түстерге боялды. Ғимараттардың күмбезі кейде алтынмен қапталды. Ғибадатхана басқа ғимараттардан террассаларының көгалдандыруымен ерекшеленді.